қыңсылағандары естілді. Сол арада дереу үйден қалтамызға салып шыққан азын-аулақ нандарымызды жинап қарағаншыққа тастадық. Байғұс әбден ашыққан екен, көзі қып-қызыл болып, ыр-ыр етіп нанды қомағайлана асайды. Бұл күні біз үшін мейрам болды. Төскейде алма теріп жүріп айтатын екі әңгімеміздің бірі қарағаншықтың төңірегінде. Соның соғыстан бұрын ел аузында тараған алғырлық даңқы жайлы, әрқайсымыздың үйіміздегі оның күшіктері туралы, олардың анасына тартқан кейбір ерек қылықтар туралы айтып таусалмаймыз. Бірімізден біріміз асып түскіміз келеді. Байдалы шал айтқан құмайы күшігім меніңше осы жолы туған болу керек, дейді Сыпытай деген бала білгішсініп. Өйткені 3 күн бойы көрінбей жатып күшіктеуі тегін емес. Ендеше мен өзім осы жол күшіктердің ішінен таңдап болам. Мен де осы жол күшігінен таңдап болам. Онда естеріңде болсын, құмайы болатын күшік өте нәзік, әлсіз болып туылатын көрінеді. Өй, сен де соғады екенсің.